Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Каналға жазылып қоюды ұмытпаймыз және жанындағы қоңыраушаны басамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 102 мен 3-тің көбейтіндісі, 306 мен 3-тің бөлінісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бірінші тапсырма қараймыз, балалар. Гүлдерді топтап жинауымыз қажет. Бірінші гүлшоққа 7 жүздігі бар сандарды теріп жазамыз, ал екіншісіне 43 ондығы бар сандарды жинаймыз. Сонда бірінші гүлшоқта 708, 780, 700. Ал екінші гүлшоқта 430, 433 және 343. Енді екінші тапсырма қарайық, балалар. Бағандап есептейміз. 102 мен 3-тің көбейтіндісі. Бұл жерде бірінші көбейткіш 102, екінші көбейткіш 3-ке тең. Көбейтіндінің мәнін табу үшін, балалар, біз бірінші бірліктерді көбейтіп аламыз. Бұл жерде бірлік 2 мен 3-тің көбейтіндісі. 6-ны біз дәл бірліктердің астына жазамыз. Екінші ондықтарды көбейтеміз. Ондықтар 0 мен 3-тің көбейтіндісі 0-ге тең. Дәл сол ондықтың астына жазамыз. Енді үшінші жүздіктерді көбейтеміз. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3-ге тең. 3-ті жүздіктердің астына жазамыз. Жауабын оқимыз. 102 мен 3-тің көбейтіндісі 306-ға тең. Келесі бөлу амалын қолданайық, балалар. Бөлінгіш 306 болса, бөлгіш 3. Біз бөліндінің мәнін табуымыз керек. Ол үшін әуелі жүздікті бөліп аламыз. Ондықты, сосын бірліктерді бөліп жанына жазамыз. Сонда жауабы 102-ге тең болады, балалар. Оқулықтың 10-шы беттегі, балалар, назар аударуға қарап жүрейік. 0-ді кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 шығатындықтан, оны біз қысқаша жазуымызға болады. Жақсы, олай болса, балалар, 4-ші есепке қараймыз. Асында 1 килограмм күріш өсіру үшін 7 тонна су жұмсалады. 100 килограмм күріш өсіру үшін қанша тонна су қажет? Бұл, балалар, есеп бір амалмен шығарады, сондықтан жай есеп. Әсі 700 грамм бидай өсіру үшін 120 литр су жұмсалады. Ал одан 5 есе артық бидай өсіру үшін қанша литр су қажет? 500 грамм бидай өсіру үшін бізге 600 литр су қажет. Оқушылар, оқулықтың 11-ші бетін ашамыз. 7-ші есепке қарайық. 7-нің астында, балалар, бақта 20 түп шырша, 102 түп жай бөртегіл және одан 2 есе артық парсы бөртегілінің бұталары өсіп тұр. Бақта барлығы неше түп бөртегіл өсіп тұр? Ол үшін, балалар, 102 мен 2-ні көбейтіп 204 шығады. Оған тағыдай 102-ні қосамыз бөртегіл табу үшін және 20 түп шыршаны қосамыз. Сонда бақта барлығы 346 түп бөртегіл өсіп тұр. Келесі екінші есептің әсі. Аптаның басында 50 түп ақгүл, 102 түп бөртегіл гүлдеді. Ал аптаның соңында одан 2 есе кем түп бөртегіл гүлдеді. Бақта барлығы неше түп бөртегіл гүлдеді? Ол үшін 202-ні 2-ге бөліп, 202-ге қосамыз. Сонда барлығы 303 бөртегіл гүлдеді. Келесі 8-ші тапсырма қарайық. Әлия мен Сырым өрнектердің мәнін тапты. Астында, балалар, бізге 2 өрнек берілген. Әлия өрнектердің мәні 974 және 644-ке тең болатынын анықтады. Ал Сырым болса, өрнектердің мәні 976 мен 642-ге тең болатынын анықтады. Кім қай өрнекті дұрыс есептеді? Мысалы, балалар, біріншісін есептеп қарайық. 303 пен 3-тің көбейтіндісіне 65-ті қосамыз. 974 шығады. Сонда Әлия бірінші өрнекті дұрыс есептеді. Ал Сырым болса, екінші өрнекті. Демек, екінші өрнекте жауабы, балалар, 642 шығады. Сау болыңыз, балалар.